Саламатсыздар ма балалар? Сегізінші класс бойынша номер 3-9 есепті шығарайық. Балалар қараңыздар, бізде 3 нүкте берілген не? А нүктесі координатасы -1-ден 0, және Б нүктесі координатасы 2-ден 0, және С нүктесі координатасы 0-ден -4. Осы нүктелер арқылы бізде квадраттық функция графигі жүреді ма дейді. Яғни оны табу үшін не істейміз? Бізде графиктің квадраттық функцияның теңдеуі қалай болады? Y тең ax квадрат плюс vx плюс с-ны береді. Келісесіздер ғой, осы бізде квадраттық функцияның теңдеуі. Енді бізде осы функциядан нүктелер арқылы квадраттық теңдеу функция өтетінін білу үшін біз орнына қоямыз. Яғни мына -1-ден 0, -1-де x-тің мәні, 0 деген y-тің мәні. V нүктесінде 2 дегеніміз x-тің мәні, 0 дегеніміз y-тің мәні. С нүктесінде 0 дегеніміз x-тің мәні, -4 дегеніміз y-тің мәні. Енді осы әр нүктенің орнына қоямыз. Міне қараңыздар енді. Бірінші А нүктесіндегі -1 мен 0-ды қоятын болсақ. Қараңыздар, аның орнына аның өзін жазып қоямыз. Көбейтілген x-тің орнына -1 қоямыз. -1-дің квадраты плюс v-ны жазып қоямыз. Көбейтілген x-тің орнына -1 қоямыз. -1 плюс с-ны жазып қоямыз. Тең y-іміз бізде 0-ге тең. Келісесіздер ме? Келесі v нүктесін аламыз. Қайтадан квадраттық функцияның теңдеуіне қоямыз. А-ны жазып қоямыз. Көбейтілген x-тің орнына 2 қоямыз. 2-нің квадраты плюс v-ны жазып қоямыз. Көбейтілген x-тің орнына 2 қоямыз. 2 плюс с тең y-іміз неге тең? 0-ге тең екен. Келесі үшінші с нүктесі бойынша А-ны жазамыз. Көбейтілген x-тің орнына 0-ды қоямыз. 0-дің квадраты плюс v-ны жазып қоямыз. Көбейтілген x-тің орнына тағыдан 0 қоямыз. Плюс с тең y-тің орнына міне бізде -4 болады. Міне бізде осындай 3 теңдеу шықты. Осыны теңдеулер жүйесі арқылы шығарамыз. Қараңыздар енді. -1-дің квадраты 1, 1-ді аға көбейтсек, аның өзін береді. Бұл жерде теңдеулер жүйесін салып қояйық. Одан кейін -1 мен v-ны көбейтсек -1, алдына плюс пен -v болады. Келесі плюс с өзін жазады тең 0-ге. Келесі екінші 2-ның 2 квадраты 4, 4а болады. 2-ні v-ға көбейтсек 2v плюс 2v болады. Плюс с тең 0-дің өзін жазып қоямыз. Балалар түсініп жатсыздар ғой? Одан кейін 0-дің квадраты 0, 0-ді аға көбейтсек 0 болады. Мынау бізде 0 болып кетеді. Келесі v-ның 0-ға көбейтсек бұлдан 0 болады. Сонда бізде не қалады? С тең -4 қалады. Түсіндік па? Ары қарай, міне балалар қараңыздар. Енді келесі теңдеуде міне с-ның орнына -4 апарып қоюға болады. Бұдан шығады, қараңыздар, бұл кезде екі теңдеулер жүйесінде 2 теңдеу болады. Теңдеулер жүйесінде а минус в -4 болады с-ның орнына тең 0-ге. Келесі 4а плюс 2v с-ның орнына -4 қоямыз. -4 тең 0-ге. Келесі осы теңдеулер жүйесін шығарайық. А минус в тең 4-ге болады. -4 плюс 4 болып шығады теңдіктің оң жағына. Одан кейін 4а плюс 2v тең 4-ге. Енді қараңыздар, екеуі де 4-ге тең болғандықтан теңдеудің сол жағын теңестіреміз. Яғни бұдан шығады а минус в тең 4а плюс 2v-ға. Енді асы барын бір жағына, в-сы барын бір жағына шығарайық. А 4а минус 4а болып келеді. Тең 2v минус v плюс v болып келеді. Бұдан шығады минус 3а тең 3v-ға. А тең 3v-ны -3-ге бөлсек, минус v-ға тең. Енді қараңыздар, а минус v-ға тең, соны мына теңдеуге апарып қоюға болады. Қараңыздар. А минус v-ға тең болса, минус v-ны орнына қоямыз. Және минус v-ның өзін жазамыз. Тең 4-ге. Минус v болғанда минус 2v-ны береді. Бұл дегеніміз 4. Бұдан шығады v дегеніміз 4-ті -2-ге бөлсек, минус 2 болады екен. Түсіндік па? Енді осыдан аны тауып алайық. А тең, міне минус, және минус v-ның орнына минус v. Тең 2 шығады. Яғни бұдан шығады
y тең қараңыздар, а бізде 2, мына теңдеулер квадраттық теңдеу құрастырамыз, яғни 2х квадрат болады. Одан кейін в бізде неге тең? Минус 2х, және с бізде минус 4-ке тең. Минус 4. Түсіндік па, балалар? Осымен бізде біріншісі шықты. Екіншісінде а нүктесінің координатасы 3-те 0. В нүктесінің координатасы 1-де 0. Және с нүктесінің координатасы 0-де 3. Квадраттық функцияның теңдеуін қайтадан жазып қояйық. Y тең ax квадрат плюс vx плюс с. Енді балалар бірінші сияқты орнына қоямыз. Бірінші теңдеу 3 тең 0, яғни 3 дегеніміз x, 0 дегеніміз y-тің орнына қоямыз. Ал шығарайық. А көбейтілген x-тің квадраты 3-тің квадраты плюс v көбейтілген 3 плюс с тең y-тің орнына бізде 0 болады. Бізде 3 теңдеу шығады. Келесі v-дағы x-ке тең біріміз, 0-іміз y-ке тең. Ал қойық. А көбейтілген 1-дің квадраты плюс v көбейтілген 1 плюс с тең y-іміз 0-ге тең. Келесі үшінші. А көбейтілген x-іміз 0-ге тең, 0-дің квадраты плюс v көбейтілген x-іміз 0-ге тең плюс с тең y-іміз біздің 3-ге тең екен. Осыдан шығады, міне ықшамдаймыз. 3-тің квадраты 9а плюс 3-ті v-ға көбейтсек 3v плюс с тең 0-ге. Келесі 1-дің квадраты 1, аға көбейтсек аның өзі плюс v-ны 1-ге көбейтсек v-ның өзі плюс с тең 0-ге. Келесі 0-дің квадраты 0, аға көбейтсек 0 болады, v-ның 0 болады. Яғни бұдан шығады с тең 3-ге. Түсініп отырмыз балалар? Енді орнына қойға болады. Яғни с 3 деген санды сының орнына апарып қояқ. Бұл дегеніміз қараңыздар. 9а плюс 3v тең, балалар, сыны плюс 3-ті минус 3 теңдіктің оң жағына шығарамыз. Минус 3 болады. Келесі а плюс v тең, с тоже 3-ке тең, минус 3 болады. Енді қараңыздар, тең, балалар қараңыздар, мына жерде бірінші теңдеуде 9, 3, минус 3 барлығын неге қысқарайын деп тұр? 3-ке қысқарайын деп тұр, 3-ке бөліп жіберуге болады. Сонда не қалады? 3а болады, 3v-ны 3-ке бөлсек плюс v тең минус 1 болады екен. Келесі а плюс v тең минус 3. Енді балалар қараңыздар, теңдеулер жүйесін біз шығара аламыз. Енді бұны қалай аламыз? Бір-бірінен азайту арқылы. 3адан аны алсақ 2а қалады, v-дан v алсақ 0 болады тең, минус 1-ден азайтамыз минус 3-ті. Бұдан шығады 2а тең минус 1 плюс 3 болады. Плюс пен плюс 3-ті береді. Минус пен плюс. Минус пен минус плюс 3-ті береді. Бұдан шығады а тең 2, 2-ні 2-ке бөлсек 1 болады екен. А 1-ге тең. Енді қараңыздар, мына жерге апарып қоямыз. Или мына теңдеуге. А 1-ге тең 1 плюс v тең минус 3. Бұдан шығады v тең минус 3 минус 1, v тең минус 4-ке. А 1-ге тең v минус 4-ке тең, с 3-ке тең. Бұдан теңдеу квадраттық функция теңдеуін шығарайық. Y тең, міне ax квадрат а 1-ге тең x-тің квадраттың өзі болады. Одан кейін vx бізде минус 4x болады, плюс с-ның өзін береді екен. С-ның өзі бізде 3-ке тең, 3 жазамыз. Түсіндік па, балалар? Осымен екіншісі шықты. Енді үшіншісін шығарайық. Бізде берілген нүктелер а тең минус 5-тен 0, в нүктесі минус 1-ден 0, одан кейін с нүктесі 0-де минус 5. Квадраттық функцияның теңдеуін жазайық. y тең ax квадрат плюс vx плюс с. Неше теңдеу шығады бізде? 3 теңдеу шығады. Ал орнына қояқ. Минус 5, а көбейтілген минус 5-тің квадраты плюс v көбейтілген бізде минус 5 плюс с тең 0-ге, y-іміз 0-ге тең. Келесі а көбейтілген x-іміз минус 1-дің квадраты. Одан кейін плюс v көбейтілген минус 1 плюс с тең, y-іміз тағыдан 0-ге тең. Келесі
а көбейтілген 0-дің квадраты плюс в көбейтілген 0 плюс с тең y-іміз минус 5-ке тең. Енді ықшамдаймыз. Бірінші минус 5-дің квадраты 25, 25а болады. Минус 5в плюс с тең 0-ге. Келесі, минус 1-дің квадраты 1, яғни а минус в плюс с тең 0-ге. Келесі, екеу 0-ге болады, көбейтіндісі 0 болады, с тең минус 5-ке. Енді балалар сыны орнына апарып қоямыз. Екі теңдеулер жүйесіне екі теңдеу шығады. 25а минус 5в, с бізде минус 5. Бұл теңдіктің оң жағына плюс 5 болып барады. Келесі а минус в, сының орнына минус 5 қоямыз, ол теңдіктің оң жағына плюс 5 болып барады. Енді қараңыздар балалар, бізде мына жерде 25, 5, 5, 5-ке бөлейін деп тұр, 5-ке бөліп жібереміз. 25-ті 5-ке бөлсек, 5а минус в тең 1-ге. А минус в тең 5-ке. Енді балалар қараңыздар, қосу әдісімен шығарамыз. 5-ті аға қос, 5-ағы а қоссақ 6а болады. Мына жерде балалар азайту амалымен шығарамыз. 5адан аны азайтсақ, міне 5адан азайтамыз аны. Бұдан кейін плюс минус бұдан азайтамыз минус в-ны. Одан кейін тең 1-ден азайтамыз 5-ті. 5адан аны азайтсақ 4а болады. На екеу 0 болып кетеді. Тең 1-де минус 5 алсақ минус 4 болады. А тең минус 1-ге. Келсесіздер ма? Енді қараңыз, а минус 1-ге тең болады. Енді в-ны табамыз. В-ны табу үшін аны орнына минус 1 қоямыз. Ал қояқ міне. Минус 1, минус в тең 5. Одан кейін минус в тең 5-ке 1 қоссақ 6. В-мыз тең минус 6-ға. Осыдан шығады балалар. Y тең квадраттық теңдеуіміз шығады. Минус 1, яғни ax квадрат дегеніміз минус 1 жазылмайды, біріміз x квадрат болады. Плюс v2-міз, x-міз минус 6x болады. С-міз минус 5-ке тең болады. Балалар осымен 3-те 9-ның біріншісі шықты.